Сәлем достар бәріңізге, менің YouTube каналымда түрік тілі бойынша алғашқы сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сәлемдесу, қоштасу және хәл жағдай сұрасу болып табылады. Кеттік онда. Бірінші сәлем сөздің атасы деген сәлемдесуден бастайық. Бірінші сәлеметсіз бе деген мағынаны білдіретін сөз ол мераба. Мерхаба болып жазылады. Мерхаба деп айтуға да болады. Бірақ түріктер көбінесе мераба х әріпін айтпайды. Мерхаба немесе мераба. Көпше түрде сәлеметсіздер ме деп айтатын болсақ, мерабалар деп лар жалғауын қосатын боламыз. Мерабалар немесе мерхабалар. Одан соң достарымызға, өзімізден кішкентай адамдарға айтатын болсақ, сәлемдесетін болсақ, онда сәлам деген сөзді қолданамыз. Сәлам, сәлам. Вот осылай. Содан соң түріктер көбінесе қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш деген сияқты күннің сағаттарына қарай амандасады. Мысалы, қайырлы таң деген амандасу түрі оларда günaydın. Günaydın, günaydın. Осылайна. Қайырлы күн ол iyi günler. İyi деген жақсы, günler деген күн, дер деген мағынаны білдіреді. Бірақ біз үшін қайырлы күн деп аударылады. Қайырлы кеш дегеніміз iyi akşamlar. İyi жақсы деген мағынаны білдіреді. Акшам кеш. Жақсы кеш болсын деген мағынада, бірақ бізге аударғанда қайырлы кеш. Қайырлы түн дегеніміз iyi geceler. Ол көбінесе қоштасу ретінде айтылады. iyi geceler деген сияқты. Міне осылайша түріктер бір-бірімен амандасады. Енді хәл жағдай сұрасуға келетін болсақ, бірінші бізде насылсың. Насылсың ол сен дегенге айтылады. Насылсың. Қалайсың. Қалайсыз деген сөз ол насылсыңыз. 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 Насылсыңыз ол көпше түрде де немесе сыпайы түрде де қолданылады. Сіз немесе сендер дегенге де қолдана аласыздар. Насылсыңыз. Қалайсыңдар немесе қалайсыз немесе қалайсыздар. Осы үш сөзді бір сөзбен айтады олар. Насылсың, қалайсың, насылсыңыз, қалайсыз немесе қалайсыздар. Бұл сұраққа iyiyim, жақсымын немесе жаман емес деп те қайтаруға болады. Fena değil, жаман емес. Немесе жаманмын деп қайтаруға да болады. Fenayım, ben fenayım, мен жаманмын, жаман болып тұрмын. Көбінесе енді жаманмын деген сөздерді өте сирек айтамыз ғой, сондықтан да жақсымын деген сөз бұл жерде iyiyim, сау. Сау деген рахмет деген сөз. Iyiyim. Немесе iyiyiz көпше түрде. Жақсымыз, біз жақсымыз, iyiyiz. Сосын сен насылсың, сен қалайсың, немесе өзің қалайсың. Сен насылсың, немесе сіз насылсыңыз. Сіз насылсыңыз. Хәл жағдай сұрасқаннан кейін не жаңалық деп сұрайды. Не жаңалық? Өзімізде сұраймыз ғой. Не жаңалық? Не бар, не yok. Не бар, не жоқ деп. Тура мағынасы солай, бірақ не жаңалық деген мағынаны білдіреді. Не бар, не yok. На бар деп те айтады. На бар деген не хабар, не болып жатыр, қалай өтіп жатыр деген сияқты сөз. И деп жауап береді. İyiyim демейді. İyi только. Жақсы. Жақсымын емес, жақсы. Болады. İyi. Сәнде не бар деп сұрайды. Сенде не хабар, сенде не болып жатыр. Онда да iyi деп жауап береді. Сенде не бар? Не бар? Осылайна сұрайды. Бұл не барды өзіңізден үлкен адамға сіз қолдана алмайсыз. Тек қана өзіңіздің достарыңызға, немесе өзіңізден кішірек адамға қолдана аласыз. Яғни сен де алатын адамға қолдана аласыз. На бәрі деп сұрай аласыз. Содан соң не істеп жатырсың, өмірің қалай өтіп жатыр деген сияқты сұрақтар болады. Не істеп жатырсың ол? Не yapıyorsun? Звонокта сұраймыз ғой, жазғанда сұраймыз, не істеп жатырсың деп. Сол кезде не yapıyorsun? Не yapıyorsun? Yapmak, істеу. Не деген сөз не деген сөз. Не жасап жатырсың, не істеп жатырсың, не yapıyorsun. Немесе не yapıyorsunuz. Ол көпше түрде, немесе сіз деген сыпайы түрінде.
Және де не yapıyorsun дегенге енді жауап өте көп. Отырмын, жатырмын, ұйықтайын деп жатырмын, тұрып жатырмын деген сияқты оны кейінірек, тереңірек өтетін боламыз. Енді бір мысал айта кетейін. Не yapıyorsun? Hiç. Осылай. Hiç. Көбінесе осылай жауап береді. Hiç деген ештеңе деген сөз. Hiç. Кішкене ортасын созып айтасыздар. Hiç. Sen ne yapıyorsun? Сен өзің не істеп жатсың деген сияқты. Содан соң не жаңалық деген сөзді не бар не жоқ деді. Енді өмірің қалай өтіп жатыр? Көп көрмеген адамдардан солай сұрауға болады. Өміріңде не өзгеріс бар дегенде біз айтамыз, хаят жолында ма? Өмірің жақсы өтіп жатыр ма? Жалпы барлығы жолында ма? Барлығы оңды өтіп жатыр ма деген мағынада. Hepsi yolunda mı? Her şey yolunda mı? Yolunda. Сол баяғыша ма деген сияқты. Evet, her şey yolunda, her şey iyi деп. Her şey деген барлығы деген сөзді білдіреді. Жеке-жеке аударатын болсақ, her ол барлық, şey нәрсе, барлық нәрсе. Яғни барлығы. Енді хош келдің, хош болдық деген сөзді олар көбінесе қолданады. Киноларына байқаған шығарсыз, ол hoş geldin. Hoş geldin bizim eve. Yani hoş geldin bizim eve. Немесе hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz bizim eve. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz деген сәлемдесу түріне жатады. Оған жауап ретінде hoş болдық дейді. Hoş болдық. Hoş болдық. Hoş болдық. Немесе hoş көрдік. Бізше hoş көрдік. Hoş болдық деп аударылады. Енді қоштасу сөздерін айтсақ, қоштасу сөздері güle-güle, көбінесе güle-güle. Типа күле-күле деген сияқты. Күле-күле. Типа күліп-күліп кездескенше деген сияқты ғой. Күле-күле кет. Күлу. Güle-güle. Güle-güle, görüşürüz деп айтады. Görüşürüz, көріскенше. Görüşürüz. Güle-güle, görüşürüz. Немесе bye-bye деп те айтады оларда. Bye-bye, görüşürüz. Немесе görüşmek üzere. Көріскенше. Ол да көріскенше болып аударылады. Görüşmek üzere. Bye bye, görüşmek üzere. Немесе hoşça kal, сау бол. Немесе қош бол деген сияқты. Hoşça kal. Ұзақ жолға кетіп бара жатқан кезде осы сөзді қолданамыз. Hoşça kal. Hoşça kal. Ал ертең немесе сәлден соң кездесетін болсақ, görüşmek üzere, görüşürüz. Осылай айтады. Bye bye. Немесе güle-güle. Вот. Осылай. Сәлемдесуді үйрендік, хал жағдайды сұрасуды үйрендік, қоштасуды үйрендік. Бірінші сабаққа осы ақпарат жетеді деп ойлаймын. Келесі сабақтарда өте көп тақырыптарды қозғайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің инстаграмыма тіркеле кетіңіздер, және де YouTube каналыма тоже тіркеліңіз, пайдалы болады. Görüşmek üzere.